Есінеу, түшкіру, керілу, ықылық тию, көзден жасағу ағзамыздың ауруға шалдыққанын білдіреді. Сәлем достар, сіздермен оңай медицина. Жалпы мұндай жағдай барлығымызда да болады, бірақ біз онша қатты мән бермейміз. Таңертең оянғанда немесе орындықтан ұзақ уақыт отырып содан кейін тұрғанда міндетті түрде керілетін әдетіміз бар. Ал біріміз есіне бастайтын болсақ, біріміз түшкіреміз. Енді бірімізге ықылық тиіп бастайды. Негізінен адамның еркінен тыс болатын осы жағдайлар бекерден бекер емес. Оның әр қайсысы әртүрлі дерттен дерек беретінін көрсетеді. Ең біріншісі есінеу. Медицина тілінде гипоксия деп аталады. Яғни гипоксия бұл оттегінің жетіспеушілігі. Яғни миға оттегі жетіспегеннен болады. Бұл дерттен құтылу үшін тыныс алу жаттығуларын жасап, бір мезетте қатты және жай демалу керек. Тез-тез демалу қанға оттегіні жеткізіп береді, көбінесе ұйқымыз келгенде немесе шаршағанда есінеміз. Міне осы кезде біздің ағзамызға оттегі өте қажет болып жатады. Немесе бір бөлмеде отырсаңыз, терезе ашып, кішкене желдетіп алуыңыз керек. Екіншісі, түшкіру. Түшкірген кезде адамның жүрегі 1-2 секундта тоқтайды. Адам көбінесе қараңғыдан күнге шыққан уақытта, шаң жұтқан уақытта, түрлі өсімдіктердің иісін сезген кезде түшкіреді. Бұл қалыпты жағдай. Өйткені ол адамның тап осы заттарға аллергиясы болуы мүмкін деген сөз. Егер сіз шаңы көтерілген бөлмеге кірген уақытта түшкірсеңіз, мұрныңыз шаңға толған уақытта шырышты қабықтары құрғайды. Соның салдарынан мұрынның шырышты қабаты тітіркеніп, адамның еріксіз түшкіруі болады. Бұл жүйке жүйесінің нұсқауымен орындалатын жағдайы. Егер сіз бірден 2-3 рет түшкіретін болсаңыз, оған алаңдаудың қажеті жоқ. Ал одан да көп болып, яғни 10 реттен көп түшкіретін болсаңыз, онда ол үлкен мәселенің көзі болып табылады. Қатарынан 10 рет түшкіру мұрынның шырышты қабатында ісік бар деген сөз. Бірақ ол әлі нақты емес, бірақ сонда да осындай бір ойға келуге болады. Сіздің ағзаңыз ісікке тітіркеніп, оны түшкіру арқылы шығарып жіберуге ұмтылады. Бірақ ісіктің емі түшкіру емес екенін білгеніңіз дұрыс. Сондықтан да жиі түшкіруді тоқтату үшін лор дәрігерінің кеңесін алып, қажетті тамшыларды тамызғаныңыз дұрыс. Үшіншісі, керілу. Адамның еркінен тыс болатын жағдайларға керілу де жатады. Былайша айтқанда, керілу біздің басқаруымызбен орын алады. Бірақ не үшін керілгіміз келіп тұрады? Керілген кезде тамаша жеңілдеп қалуымызға не себеп болады? Осы сұраққа жауап береміз. Керілу бұл біраз ұзақ уақыт бойы жұмыссыз тұрған бұлшықеттерімізді іске қосу үшін керек екен. Сондықтан да таңғы ұйқыдан тұрған уақытта керілу бұлшықеттерімізге жан бітіреді. Керілу арқылы бұлшықеттерімізге оттегі беріп, қан айналымды қалпына келтіреміз. Келесі төртіншісі ықылық тию. Жалпы бұны да өзімізше қандай да бір белгілеп білеміз. Яғни кішкентай балаларға ықылық тиіп қалатын болса, оны тоңып қалды деп дереу қалың киіндіруге тырысамыз. Оған қоса су ішкізіп шөлін қандырамыз. Ал үлкендер ықылықтап қалатын болса, не ұрладың деп қорқытып әлекке түсіреміз. Ал медицина мамандары ықылықтың тиюіне ыстық тамақ немесе сусын ішу және де тоя тамақтану себеп болатынын алға тартады. Асығып тамақтану, тамақты көп шайнамай бірден жұту, ауызды толтырып тамақ шайнау ықылықтың тиюіне себеп болады. Жиі ықылық тию бас сүйек ми қысымының пайда болуының бірден бір белгісі. Тамақты шайнамай жұту арқылы асқазан мен жүйкеге салмақ саламыз. Салдарынан бас ми сүйек зардап шегеді. Бесіншісі, селк ету. Әсіресе ұйықтап жатып селк ету бұл ағзаға оттегінің жетіспеушілігінен болады. Ұйықтап жатып аяғыңыз арыққа түскенде сезімде немесе биіктіктен құлап бара жатқандай сезімде болатын болсаңыз, сізде де кездескен болар. Бұл мидың сізді оятуға тырысқан әрекеті деп түсінеміз. Өйткені сіздің тыныс алуыңыз нашарлап, тамыр соғысы баяулап, бұлшықетіңіз босаңсып қалады екен. Мұны сезген ағза мәңгі ұйқыға кетуден қорқып, сізді шошытып оятып алады екен. Түршігу, яғни орысша мурашки по коже деп атаймыз. Адам тоңған кезде денесі түршігеді. Одан бөлек әсерлі ән немесе қызықты фильм көрген кезде де адамның бойы түршігіп, денесінде майда-майда дөңгелектер пайда болады. Дененің түршігуіне А витаминоз бен эндокриндік жүйенің сыр беруі себеп болады екен. Егер ағза А мен Е дәруменіне зәру болатын болса, тері бөртіп шығады. Ал Д дәруменінің тапшылығынан эндокриндік жүйенің жұмысы нашарлап, иммунитет әлсірейді. Оған қоса бүйрек пен бауыр өз жұмысын атқара алмай қалады екен. Жетіншісі, көзден жасағу. Көзіңізге байқаусызда шөп шалам, қиқым, кірпік түсіп кететін болса, көзіңізді аша алмай қаласыз. Уқалап шығарамын деп көзіңіз жасаурай бастайды. Бұл қалыпты жағдай. Ал қарап отырып көзден жасағу ненің белгісі? Мұны медицина мамандары
былай деп түсіндіреді. Көзге B12, яғни B12 және А дәруменінің қажет екенін білдіреді екен. Тап осы дәрумендер көздің жалпы саулығын жақсартады. Сонымен қатар А витаминоз, дұрыс тамақтанбау және ұзақ уақыт диета ұстау, стресс, жүйке жүйесінің сыр беруі себепсіз көзден жас тамшылатады екен. Сіздермен бірге болған қиын тақырыпты оңай тілмен түсіндіретін оңай медицина. Барлықтарыңызға сәттілік. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.